Сәлем құрметті оқырмандар. Бүгін біздің дайындайтын тағамымыз 10 минуттың ішінде түскі ас дайындайтын боламыз. Мінекей, жұмсақ, өте дәмді салатпен қосып жесеңіздер, өте керемет дәмі. Жасап көріңіздер. Ең бірінші бізге пияз, картоп және қызанақ керек болатын болады. Одан кейін 3 жұмыртқа, әртүрлі приправалар өздеріңіздің қалауыңызша, мен тұз, бұрыш және приправалар жиынтығын алдым. Және де қаймақ, кез келген қаймақ бола береді. Ең бірінші біз пиязымызды төртбұрыштылап, кішкентай төртбұрыштылап турап алатын боламыз. Одан кейін картопымызды осылайша теркадан өткізіп аламыз. Енді бізге осы теркадан өткізілген картопымыздың үстіне жаңағы приправаларымызды саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Тез арада суы шығып кетпей тұрған кезде майымызды құйып, пиязымызды саламыз дағы қызарғанша қуырып аламыз. Үстінен жаңағы теркадан өткізілген картопты салатын боламыз. Және де шамаларыңыз жеткенше жақсылап тұрып араластырамыз. Бетін жауып бұқтырып қоямыз. Ол уақыт аралығында енді біз басқа затымызды дайындаймыз. Қызанағымызды өстіп өте жұқа қылып тураймыз. Егер де қызанақты өте қатты жақсы көретін болсаңыздар, көбірек салсаңыздар болады. Қаймағымыздың үстіне жұмыртқамызды саламыз. Және жаңа басында көрсетуді ұмытып кетіп, кез келген сыр жарай береді. Сыр аламыз, кішкене ғана болса болды. Осы қаймағымыздың үстіне осы жұмыртқамызды салып, бір келкі масса етіп араластырамыз. Енді 10 минуттан кейін қақпағымызды ашып, картошканы піскен-піспегенін тексеріп, осы жаңағы қаймақты массаны салып бетіне бір келкетіп жаятын боламыз. Өйтіп жайғаннан кейін үстіне қызанағымызды саламыз. Менде үйде осындай сыр бар екен, мен сондықтан да осындай сыр салдым. Сырдың кез келген түрін салып, бетін жауып, тағы да 5 минутқа бұқтырып қоясыздар. Мінекей біздің тамағымыз дайын болды. Дәмі өте керемет. Балалар 5-ақ минутта жеп қоятын тағам болады. Мен өзім сіздерге көрсету үшін бір кусогын әрең дегенде алып қалып, әрең соған үлгердім. Мінекей осындай тағам болады. Өте дәмді, жасап көріңіздер.